Суккуленттерге жататын әсем эчеверия гүлі бір ыдыста 2 түсі бірдей өсіп тұр. Қазір ажыратып, екеуін 2 ыдысқа отырғызамын. Ең алдыменен ыдыстың түбіне дренаж төселеді. Топырақтың негізін кактусқа арналған топырақты алып отырмын. Топырақ демалып қосып тұру үшін агроперлит қосылады, песок, құм қосылады. Сондай-ақ бұл гүлдердің өзі тау таста өскенді жақсы көреді. Топырақтың 70% жуығын тас құрайды. Сондықтан бұл арада мысықтың төсенішіне арналған қиыршық құм, барсик тасы алынып отыр. Сондай-ақ көмір салынады. Топырақ тамыр шіріп кетпес үшін осмокот дейтін тыңайтқыш қосамын. Мынау біздің жаңа бәрін араластырып дайындап қойған топырағымыз. Мынау енді гүл. Осы гүлді қазір абайлап мұқият қана тамырына зақым келтірмей 2-ге бөлу керек. Міне топырақтан 2-ге бөліп ажыраттық. Енді ыдыстарына қондырамыз. Бір ыдыста өскен гүлдерді 2-ге бөлдік. Бұл гүлдерді әзір суармаймын, себебі ыдыстарына бұлар әбден үйренуі керек. Гүлдердің жақсы өсіп кетуіне өзім де тілекшімін. Кәделеріңізге жараса қуаныштымын. Сау болыңыздар.